8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі. Дегенмен барлығы бірдей олай есептемейді. Бастапқыда бұл күн саяси және әлеуметтік наразылықты білдіретін күн деп есептелді. 8 наурыздың тарихы туралы түсінік қалыптастыру үшін тарихшы және философ мамандар Ганна Ильберг, Ольга Воронина және Сергей Уваровтың түсіндірмелеріне назар аударсақ, халықаралық әйелдер күні қалай пайда болды? Әйелдерге арналған мерекелер тіпті ежелгі өркениеттерде де бар еді. Ал одан бергі уақытта өткен оқиғалар қазіргі әйелдер күнінің алғышарты болып саналады. Оның шығу төркіні 19-20 ғасырлардағы америкалық жұмысшы қозғалысына барып тіреледі. Әйелдердің өз құқығын қорғауға қатысты алғашқы наразылығы әйелдердің әлеуметтік әділетсіздікке қарсы алғашқы наразылықтарының бірі бос қазандар шеруі деп аталды. 1857 жылы наурызда Нью-Йорктегі тоқыма және аяқ киім фабрикаларының жүздеген жұмысшысы 16 сағаттық жұмыс күніне және ерлер мен әйелдер жалақысының әркелкі болуына қарсы шығып, наразылық білдірді. Жарты ғасырдан кейін, яғни 1908 жылы Нью-Йорктегі 15.000 тоқыма жұмысшысы ауыр еңбек жағдайына қарсы ереуілге шықты. Ал 1909 жылдың наурызында олар алғаш рет сол ереуілге қатысқандарға арналған мерекені атап өтті. Америкалық жұмысшылардың бастамасы одан әрі көптеген әйел қатысқан социалистік қозғалыста жалғасын тапты. Оларды белсенді коммунист Клара Цеткин басқарды. Оның өмірбаянын жазған автор Ганна Ильберг әйелдер күнін белгілеуге бұл әйелдің жанкештілігі себеп болды деп санайды. 8 наурызды кім ойлап тапты? Бұл оқиға 1910 жылы 17 елден келген әйелдердің қатысуымен өткен социалистердің екінші халықаралық конференциясында жүзеге асты. Клара Цеткин әйелдердің тең сайлау құқығына ие болуы және эмансипация үшін күрес күнін атап өтуді ұсынды. Бұл бастаманы конференцияға қатысушылар түгел қолдады. Философия ғылымдарының докторы Ольга Воронина бұл ұсыныс тек жұмысшылардың ғана емес, барлық әйелдердің ынтымақтастығына бағытталғанын жазады. Онда әйелдердің дербес әлеуметтік санат екендігі баса айтылды. 1911 жылдың өзінде Германия, Австрия, Дания, Швейцария, Франция, Ресей, Чехия, Венгрия әйелдері өз құқықтары үшін күрес күнін атап өтіп жатты. Алайда конференцияда мереке күні нақты белгіленбегендіктен, ол әр елде наурыздың әртүрлі күндерінде, яғни 2 наурыз бен 19 наурыз аралығында өтті. 1914 жылдың наурызында Еуропа елдері әскери қауіптің күшеюіне байланысты соғысқа, милитаризмге және сайлау құқығы үшін қарсы шықты. Ал осыған қатысты шаралар 8 наурызда өтті. Бұл күн 1857 жылы жұмысшы әйелдердің алғашқы рет бой көтеруімен тұспа-тұс келді. Ресейдің Петроград қаласында 1917 жылы 23 ақпанда жаңа стиль бойынша 8 наурызда жаппай жиналыстар, митингілер, шерулер басталды. Оған әйелдер белсене қатысты. Олар соғысқа және Астанадағы азық-түлік тапшылығына қарсы пікірлерін ортаға салды. Наразылықтар монархияны құлатқан революцияға айналды. Кейін 1921 жылы сол әйелдерді еске алу мақсатында 8 наурызда атап өту туралы шешім қабылданды. КСРО-да 1966 жылдан бастап 8 наурыз жұмыс күні болып есептелген жоқ. Осы кезеңде бұл күн феминистік бағыттың жойылған және барлық әйелге құрмет көрсетілетін мерекеге ұласты. 1975 жылы Біріккен ұлттар ұйымында өткен халықаралық әйелдер жылы аясында 8 наурыз халықаралық әйелдер күні болып жарияланды. 1979 жылы әйелдерге қатысты кемсітудің барлық нысанын жою туралы конвенцияға қол қойылды. Сергей Уваров теңдік үшін күрес мәселелері қазір маңызды емес, ал 8 наурыз әйелдерге назар аудару күніне айналды деп жазады. 8 наурыз халықаралық мәртебесі бар мереке. Ол ресми түрде әлемнің 40-тан астам елінде тойланады.
бірақ барлық жерде бірдей емес. Оның саяси мәнін тек кейбір феминистік топтар ғана есте сақтайды. Олар сол күні өз мәселелері туралы және әйелдердің гендерлік теңдікке әлі де қол жетіспегенін айтады. Ал шын мәнінде бұл көктемнің әйел сұлулығының және отбасылық құндылықтардың мерекесі. Оны атап өтудің әр елде өзінің ерекшеліктері бар. Посткеңестік кеңістіктегі 8 наурыз бұрынғы кеңестік республикаларда әйелдер күнін тойлау дәстүрі кеңінен сақталған. Соның ішінде Қазақстанда бұл күннің мерекелік мәртебесі бар және демалыс күні болып саналады. Үйдегі ер адамдардың үлкені де, кішісі де арулар мерекесіне ерекше дайындалады. Гүл, сыйлықтар сатып алады, өлең жаттайды, аналарына, құрбыларына, жұбайларына және әріптестеріне шын жүректен құттықтаулар дайындайды. Үй іші мен кеңселер хош иіс аңқыған бақшаларға айналады. Сәнді киінген әйелдер өздерін туған күні болып жатқандай сезінеді. Ал ерлер жағы үй шаруасымен айналысады. Арменияда КСРО ыдырағаннан кейін кеңестік мерекелер тізімі жойылып, 7 сәуір ана мен сұлулық күні болып белгіленді. Бірақ әйелдерде 8 наурызда құттықтау әдеті сақталып қалды. Нәтижесінде армян әйелдерінде 2 мереке бар. Түркменстанда 8 наурызды тойлау 2008 жылы қайта жалғасты. Ел президентінің атынан барша қыз-келіншектерге ақшалай сыйлықтар үлестіріледі. Ал мерекені бүкіл халық тойлайды. Сондай-ақ шығыс қоғамындағы әйелдердің орны мен отбасылық құндылықтарға ерекше мән беріледі. Ана қасиетті де киелі есім. Ана жайлы ойымды айтып тауыса алу мүмкін емес. Әркімнің өз анасына деген махаббаты шексіз. Мен де анамның маған сыйлаған мәнді өмірі үшін алғысымды айта отырып, өз ойымды азда болса жеткізгім келеді. Ана дегенде толқымайтын жүрек, толғанбайтын жан жоқ. Осы 3 қана әріптен тұратын ана сөзінің астарында теңіз сияқты терең ой жатыр. Ана әрбір адам баласы үшін ең ыстық, жанға жақын мағыналы да қастерлі сөз. Адамзат баласы алғаш дүние есігін ашқанда ананың ақ сүтімен бойынан нәр алады. Ана құшағына еніп, ана мейіріміне бөленеді. Анаңды Меккеге 3 арқалап апарсаң да қарызыңды өтей алмайсың деп бекер айтпаған. Шынында да осыншама қиналып, көз жасын төге жүріп, бізді өсірген анаға қолыңнан келгеннің бәрін істесең де, оның бәрі анаңның түнұйқысын 4 бөлген бір күніндей ғана. Өз парызыңды өтеу, бұл ана алдындағы парызды өтеу. Кез келген адамның әдептілігі мен жан дүниесінің сұлулығы ең алдымен балаға ақ сүтін беріп, әлпеште өсірген ана жүрегінің жылуынан басталады. Бала бойындағы ең жақсы қасиеттер де ең алдымен анадан тарайды. Әлемдегі ең кешірімді, ең мейірімді жан ана. Ана баласы қандай қателік жасаса да кешіреді. Оның мейірімділігінде шек жоқ. Ана болу бүкіл өміріне кететін рухани күш пен ерен еңбек. Өз баласын бағып қағуда ана өзін өзі ұмытып, барлық күш жігерін перзентіне жұмсайды. Сол арқылы оның жаны нұрлана, нәрділене түседі. Ал баланың анаға деген махаббаты жеткіліксіз. Оны барынша құрмет тұтып, қастерлеу әрбір баланың борышы. Ана махаббатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ананың мейірімі жан жағына өз шуағын төгеді. Осы шуақпен жылынып, асыл ананың құшағында мейірім алып жүрген барша адамзат аналарды мәңгі ардақтап, аялай білсе, бұдан асқан бақыт жоқ шығар.